Қайырлы кеш, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары және де біздің каналымыздың тұрақты көрермендері. Бүгін Шымкент қаламызда мынандай кереметті Toyota Corolla'ның көрсетілімі болып жатыр. Яғни, сол көрсетілімді бәріміз бірге тамашалайық. Өздеріңіз білетіндей, құрметті көрермендер, бүгін жаңа Toyota Corolla таныстырылымы болып жатыр. Бүгін Toyota Центр менеджері Білім бауырымыздан сұхбат алмақшымыз. Білім, Toyota Corolla туралы не айтасыз? Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, есімім Білім, көлік сату бөлім менеджері. Бүгін сіздерге Toyota Corolla жайында сұрақ болатын болса, бұл Toyota Corolla TNGA платформасы жайлы жаңалығы бар. TNGA платформасы дегеніміз ол Camry 70 секілді жаңа платформа. Ол дегеніміз мынау кузовы шанағы 60%-ға күшейтілген, яғни мықтырақ соғысқан жағдайда, Құдай сақтасын, яғни өміріңізді құтқарады. Және де бұл келетін болсақ, бұның мынау көрінбейтін жолақ сызықтары спортивный, яғни спорттық кепілін береді Toyota автокөлігінің. Ал характеристикасына қалайтын болсақ, ол алдыңғыдағыдай 1/6 көлемінде, расходы 8 литр қала бойынша, яғни үнемді. Ең максималды жылдамдығы? Максималды жылдамдығы, егер механика болатын болса 195, вариаторный коробка болатын болса 185 предпочитаем. Әрине бұлай кете береді ғой, 220. Ал мотордың қуаттылығы қаншаға тең? Қуаттылығы, яғни лошадиный сильный. Моторның ат күшіне салыстыратын болсақ, ол 122 ат күші бар. Ода. Ал мощность болатын болса, онда 6050 киловатт болатын болса 90 киловатт. Яғни мықтырақ деген сөз. Және үнемді. Әрбір қазақстандық не үшін Toyota Corolla машинасын алу керек? Себебі ол Toyota Corolla автокөлігі өз-өзін дәлелдеген. Бұл 1966 жылдан бері 12-ші поколение, яғни 45 миллион данасы өткен. Ол дегеніміз біріншіден Toyota автокөлігінің бұның сапасы мықты, сапасы бессмертный, яғни өлмейді, бұзылмайтын Corolla автокөлігі. Бұның яғни качествосы өте мықты. Екінші рент, сіз автокөлігіңізді сатар кезде өз бағасы сатасыз, бағасын жоғалтпайды. Үшіншіден, әрине ол Toyota бренд, ол ең үлкен жоғарғы комплектация, жоғарғы автокөлік біздің. Халықтың машинасы айтады, оны береді қандай. Әрбір қазақстандық өзін комфортта сезінгенін қалайды. Ал машинаның ішкі комфорты жайлы не айта аласыз? Бұл 12-ші поколениясының 12-ші ұрпағының бұл автокөлік жайында айтатын болсақ, мұнда яғни заманауи сай барлық жағдайлар жасалған. Яғни push start, задний видеокамера, подогрев сиденья, подогрев руля деген сияқты преимуществолар көп. Білім, бұл машинаның бағасы қанша? Қазақстандық азаматтар қаншалықты бұған қол жетімді болады? Бұл қазіргі таңда бұл көліктер қол жетімді, егер механикалық беріліс қора болған жағдайда ол 7,5 миллионнан басталады. Және де 8,5-9,5 миллионға дейін барады комплектациялары. Және де машина туралы толық ақпаратқа қосымша не айтып кете аласың қазақстандықтарға ұсыну үшін? Бұл көліктерді және несиеге де алуға болады. Несие алу үшін алдынан 20% төлеп, қалғанын просрочка немесе де пайызға 5 жылға дейін алуға болады. Және де бұл Corolla туралы жаңа қосымша ақпарат алатын болсам, бұл Corolla көлігі книга рекорд Гиннесіне 2 рет түскен. Ол дегеніміз елімізде, яғни жер бетінде әрбір 15 секунд сайын бір Corolla өтуде. Қазіргі таңда осы уақытқа дейін 45 миллион дана сатылды. Жарайды, рахмет. Білім бауырым. Мында сұрақ бар екен, қандай сұрағыңыз бар? Бағасы қанша? Бағасы ең арзаны, ең қымбаты деген түр-түрі болады деп жатыр ғой. Бұлар комплектациялар бөлінеді. Комфорт комплектациясы механика. Ол 7,5 миллионнан басталады да, престиж комплектациясы 10,5 миллионға дейін барады. А егер алу жолдарын сұрақтан... Несиеге алуға болады ма дейді? Несиеге алу жолдары болатын болса, сізде ең бастысы 20% болса болды. 20% төлемақы, яғни предоплата 20% алдын ала төлеп, қалған 5 жылға дейін кредитке несие алуға болады. Және без потери дохода, бұл жерде пенсионный қажеті жоқ. Ең басы қуантатын жағдай болып тұрған жерде. Рассрочкаға болады ма дейді? Бұл комплектация Corolla автокөлігі ходовой болғанына байланысты бұған рассрочка қарастырылмаған өкінішке орай.
Автозавод бар ма? Push Start деген автозавод. Автозавод мәселесі ол дополнительный аксессуар, яғни қосымша аксессуар мәселесін қарастырып, автозавод орнатуға болады. Және оған біз 1 жыл гарантия береміз. Есть еще вопросы? Мынандай сұрақ қой, қанша түрі бар оның? Мысалы, қанша түсті? Бізде қандай түстерін жақсы көреді? Ақ, қара, қызыл деген қанша түстері бар бұл автокөліктің? Ол жерде, яғни мынау халықтың сұранысына байланысты жаңадан бір жаңалығымыз бар. Ол жерде көкшіл түсті жаңадан бір түс келді. Бірақ бізге ең ходовой популяр ол ақ перламутр және қара металлик түсі де кең сұранысқа ие. Еще здесь вопрос, да? Какие отличия от кузова, то есть других серий? Алдыңғы кузовтан қарағанда бұда DNJ платформасы. DNJ платформа дегеніміз, мынау кузовы шынағы, яғни 60%-ға күшейтілген. Яғни құдай сақтасын, авария болған жағдайда 60%-ға күшті, яғни сіздің денсаулығыңызды, қауіпсіздігіңізді сақтайды. Toyota Corolla автокөлігі ол 1966 жылдан бері 45 миллион данасы өткен. Яғни өмірінде, елімізде, дүниеде, жер бетінде әр 15 секунд сайын бір автокөлік Toyota Corollасы өтеді. Бәрекелді, осылай Toyota'ның үлкен брендтік әлемдік Guinness кітабына енген сіздер білмейтін шығарсыздар, осы туралы ақпарат. Тест-драйвқа жазылу үшін не істеу керек? Тест-драйвқа жүргізу куәлігін алып келіңіздер. Тест-драйвқа жазылып, яғни алдыңызда бір конструктор отырып, бірге жүргізіп қайтатын боламыз. Праваларыңыз болу керек, метрикамен ненің қажет жоқ. ЗАГС-тың документтері өтпейді бұл жерде. Сондықтан да міндетті түрде праваларыңыз болу керек. Праваны алып келіңіздер. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Жауап беруге дайынбыз әр сұрақтарыңызға. Мынандай сұрақ келді. Ескі автокөлікті ауыстырып, жеңілдік алуға болады ма? Біз ескі көлікті қабылдаймыз. Ескі көлікті қабылдап, жеңілдіктер қарастырып, барлық нәрсе қарастырады. Клиентке жағымды жайттарын барлығы қарастырады. Келіңіздер. Неге Қазақстанға екі объемді машиналар келмейді осы Corolla'дан? Еуропада да бар да негізі. Өте жақсы сұрақ, бір жағынан. Неге Қазақстанға екі объемді автокөліктер келмейді? Еуропада бар дейді. Әрине сұрағыңыз өте орынды. Біздің мынау Қазақстанда 1/6 объем. 5-ступенчатый вариантный коробка. Себебі оның бәрі қарастырылған. Екі объемда оның бағасы 13-14 миллион болып кетер еді. Әрине біздің жағдай немесе де сұранысқа көбінесе, яғни 7,5 миллионнан 10,5 миллионда көліктің арасындағы сұраныс көп болғанына байланысты, біз тек 1/6 объеммен жұмыс жасаймыз. 15-17 миллион теңгең болса, беймарал 2 объемсан әкеп бере береміз біз. Кейін қайтарда машинамен қайтасыз. Иә, ары қарай. Рассрочка бағдарламасы алдын ала предоплата 50% беріп, қалған 1 жылға рассрочка ұйымдастыруға болады. Өтініш келіңіздер. Иә, мынандай сұрақ бар әлі қойып жатыр. Сервистік қызмет көрсету. Сервис мәселесі, әрине бізде кеңінен тараған сервис бізде. Мысалы, майын ауыстыру мәселе көліктің болатын болса, алдын ала запись жазып, немесе келген жағдайда біздің сервис менеджерлерін жолғастырып. Ол да 525-333-ке хабарласыңыздар. Сервис мәселесі бізде оңай және тиімді. Жалпы достар, естеріңізде сақтап алыңыздар, 555-333 тест-драйвтан бастап, несиеге дейін барлық мәселелерді осы телефон арқылы шешіп алуға болады ғой. Және де бәріне сұрақ болуы мүмкін. Бірінші гарантиясы қалай деп, мен гарантия мәселесін айтып өтейін. Гарантия бізде қарастырылған. Гарантия сізге 100 мың пробег, немесе де 3 жыл гарантия береміз. Біз гарантия береміз, яғни көліктің электроникасына, моторына және беріс қорабына, яғни коробкасына. Иә, кепілдік 100 мың шақырымға дейін және 3 жылға дейін кепілдіктер қарастырылған. Менің ойымша өте керемет жағдайлар. Несиеге де алсаңыз, тікелей ақшамен алсаңыздар да өте жақсы мүмкіндіктер алуға. Toyota Corolla Қазақстанда. Осымен аяқтаймыз өте бір шамалақтарыңыз болса екен, достар. Наурыз құтты болсын. Так, ну давайте с вами познакомимся. Как тебя зовут? Анджей. Анджей? Интересное имя. Это тебя действительно так зовут? Ну, давайте ему поаплодируем. Парень с уникальным именем Анджей. Так, как зовут тебя? Жандарбек. Жандарбек. Аплодисменты Жандарбеку. И Владимир. Аплодисменты третьему участнику Владимиру.
Ребят, скажите, из какой страны к нам пришел бренд Toyota? Из Японии. Из Японии, абсолютно верно. Бренд Toyota создан в Японии еще более 70 лет назад. И хотелось бы сегодня, по такому случаю, по презентации новой Toyota Corolla, спросить у вас, вы когда-нибудь слышали японскую речь? А хотите послушать? Давайте, интересно. Вот нам тоже интересно, как звучит японская речь, потому что на самом деле позвал я вас сюда неспроста. Сейчас вы расскажете всем гостям, кто здесь собрался, немножечко о компании Toyota. Но рассказывать вы будете не просто так на русском языке, вы будете рассказывать это на японском языке. Уже страшно, да? У нас 3 участника, каждый из участников будет рассказывать про свою отдельную эпоху. Ты будешь рассказывать про прошлое Toyota, ты про современность, а ты про будущее Toyota. Давайте так, начнем, наверное, с тебя. Так, там не написано, не надо там читать. Все, что тебе нужно будет, я тебе дам на этом планшете и на LED-экране. Так, ребят, можете немножко до края сцены, чтобы всем было видно? Итак, вот он, твой стих, который тебе сейчас придется читать. Справишься? Ну, почти похоже. Давайте поаплодируем участнику. Не знаю, там на японском, наверное, обматерил нас всех. На самом деле у меня есть для тебя заготовленный текст, который ты сейчас будешь читать. И также закадровый голос будет переводить твою речь. Смотри. Держи, вот он тебе текст. Читаешь отрывок, потом ждешь перевода. Готов? Да. Поехали. Друзья, звучит действительно японская речь. Здравствуйте. Отлично сказано. Давай продолжаем. Сейчас я вам расскажу о истории Toyota. Atsusuna no ue de hadaka de koi oyo sio. Ningo no yo ni Toyota Corolla. Давным-давно в оттоке густо заселенной галактики у Млечного пути созвездия Ориона. В третьей планете от Солнца в 20 веке. В 33-м году историю свою начала маленькая, но очень амбициозная компания. Хамагури но тамато микаге геру цукикаге. А история Короллы насчитывает более 50 лет. И сегодня мы встречаем самую динамичную Короллу за более чем полувековую историю. Друзья, аплодисменты нашему первому участнику. Мне кажется, неплохо справился. Прям вот такой, ну знаешь, такой молодой японец. Такой нормальный еще. А вот участник номер 2, теперь пойдем ты сюда. Сейчас ты будешь рассказывать про современность Toyota. Представь себя таким старым самураем, вот с таким явным японским говором. Да, вот бровь поправил, вот теперь точно самурай. Попробуем? Ну что ж, дайте нам музыку для второго участника. А я вам расскажу об успехах Toyota. Повторите. А за всю историю бренда Toyota в мире продано свыше 40 миллионов автомобилей марки Toyota Corolla. А Toyota это сверхнадежный и качественный автомобиль во всем мире. Друзья, аплодисменты, это был участник номер 2. Так, у тебя текст про будущее компании Toyota. Держи, вот это тебе. Читаешь отрывок, потом ждешь перевода. Поехали. Что за
заклинание. Нет, ты меня не загипнотизируешь, Тойоту я тебе не подарю. Читайте, понятно, ничего не слышно. Вот отсюда. Знаешь, ну текст обычно начинается. Я понимаю, это все иероглифы для тебя, но это русские буквы. Олива. Давай попробуем еще разок. Ты только можешь вслух говорить. Олива. Чё это за хуйня? Тойота хочет будущий покорить космос. Ну неплохо, только давай читать то, что написано здесь. Подожди. Суимона Нисен, Вере Кокоро, Акете Мисакетаки, Орива. Недалеко в будущем космические корабли под маркой Toyota Space and Galactics будут поразить просторы космоса. Сасая Ита, Акусокува, Хутари Данено, Химагекото. А и на Красной планете Марс будут открыты первые сервис-центры Toyota. Аната но Кутицеку ни Цуки Кагены Мируме Осоэте А Кои но Йорокоби Ни И на Марси. На Луне будет очередной центр Toyota Shipkent Eye. Тамаэки но Деру Йова Вируна Сани Ацуйсуна но Уэде Хадакаде. И все это обязательно сбудется. Ну что ж, дорогие друзья, поаплодируем участнику номер 1 за такое прочтение. Вам спасибо. Итак, дорогие друзья, вы слышали, у нас осталось лишь 2 участника. Вы слышали то, как они вам рассказали про бренд Toyota. Теперь нам нужно вручить одному из них приз. Ну, мне вот сложно будет самому выбрать. Хочу, чтобы вы мне помогли. Давайте так, я называю номер участника, а вы за него хлопаете как можно громче, но хлопаете только за того, кто вам понравился больше всех. Готовы? Итак, участник, вот ты был первый, участник номер 1. А теперь поаплодируем участнику номер 2. Сложно выбрать, когда такое ощущение, как будто бы одновременно, точнее, одно и то же количество аплодисментов было. Друзья, давайте еще раз, только один раз из одного участника аплодируем, окей? Участник номер 1. Участник номер 2. Вот вы меня ставите в такое положение, вот кому-то и тому нужно вручить приз. Как считаете, или одного все-таки выберем? Победила дружба? Назарларыңызға рахмет. Егер біздің видеоролик ұнап жатса, барлығымыз лайк басамыз, және де біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.